Сәлем көрермендер мен ютуберлер. Бүгінгі видеода мен сіздерге монетизацияны қосу туралы айтатын боламын. Өткен жолы мен оның шарттары туралы айтқан болатынмын, яғни 1000 подписчик жинап 4000 сағат жинау туралы. Мынау видеодан көрсеңіз болады толығырақ. Осы каналда бар толық мәлімет. Ал енді 4000 сағат 1000 подписчик жинағаннан кейін ары қарай не істейміз, соны айтатын боламыз. Біздің бәріңіз білесіздер, киностудия Мейрам каналы бар, 700 000 подписчигі бар. Одан кейін Мастер Мейрам каналы бар, одан кейін Мейрам ТВ каналы бар. Олардың барлығында монетизация қосылған. Және біз жаңадан канал ашқан болатынбыз. Одан бөлек Зомби Дин деген канал, экрандарыңызда көріп тұрсыздар. Ода монетизация қосылды. Оны көрсету үшін сіздерге монетизацияны дұрыс қосу үшін ең бірінші біз өзіміздің компьютерден кіріп, компьютер болмаса, телефон болатын болса, Google Chrome деген браузер бар сіздерде. Сол Google Chrome арқылы кіріп, компьютермен кіргенде жасау керек настройкасын. Одан кейін мынау логотипті басасыз, жоғары жақтағы творческий студияға кіресіз. Одан кейін сол жақ бетінде монетизация деген кнопка бар. Көріп тұрсыздар ма? Көрініп тұр ма? Көрінбей тұр екен, тоқтай тұрыңыздар. Мінекей. Мынау мен мынау кнопка. Монетизацияны басасыз. Одан кейін сәл төменге жүрсеңіз, мінекей мынандай екі птичка шығу керек. Требуется 1000 подписчиков деген жерден үстінде 4150 подписчигіміз жиналды. Және 4000 сағат жиналатын жерден мінекей 4400 сағат жиналыпты. Бізді құттықтап қойсаңыздар болады. Және бұны біле білсеңіздер, қазір мен сіздерге көрсетем. Бұл каналдың ашылғанына бүгін 7-07-07 13-06 ашылған. Әлі бір ай болған жоқ. Бір айдың ішінде біз монетизация қостық, просмотр жинадық, подписчиктер жинадық. Сіздерде сондай жетістікке тез жеткілеріңіз келсе, осы видеоның астында Супер Ютуберс командасына қосылатын сілтеме бар. Соған басып тіркеліп, сізде осындай қысқа мерзімде үлкен жетістіктерге жетіп, видеоңыздың әр просмотрдан ақша табатын деңгейге жетіңіздер. Ал енді кеттік. Одан кейін подать заявку деген кнопка бар. Осы кнопканы басамыз. Мұның барлығын оқып шығамыз, әрине. Оқитындар бар ма араларыңызда? Изучите правила партнерской программы YouTube деген жерге начать дегенді басамыз. Сөйтіп астына түсесіздер. Одан кейін я принимаю условия партнерской программы дейсіз. Яғни оқып, осымен келсем дейсіздер де. Қазақ тілінде жазылған, барлығын оқысаңыз болады. Принять условия деген орыс тілінде бандағы шарттарды қабылдаймын деген сөз ол. Басамыз. Жасыл жанды. Енді свяжите с каналом аккаунт AdSense дегенді басамыз. Оған да начать басамыз. Одан кейін аккаунт AdSense необходимо, чтобы получать выплаты от YouTube деген жерге. Если у вас аккаунт AdSense аккаунтыңыз бар болса, у меня есть дейсіз, у меня нет дейсіз, немесе затрудняюсь ответить деген. Енді сіздерге түсінікті болу үшін у меня нет аккаунта деп өзімнің 10-шы AdSense'імді ашайын, бәріне түсінікті болу үшін. Одан кейін продолжить басамыз. Продолжить басқаннан кейін мына жерде өзіміздің аккаунтымызды таңдаймыз. Мұны ваш сайт деген жерде өзіңіздің YouTube каналыңыздың сілтемесі тұр. Получайте больше отсюда, я хочу получить индивидуально деген мен нет баса саламын, өйткені әртүрлі хаттар келе береді. Өзіңіздің еліңізді, регионыңызды таңдаңыз дейді. Мына жерде таңдаймыз Қазақстан деп. Біздің егеменді Қазақстанымыз таңдаймыз. Егеменді дегенді кавычка қалып қоямыз. Қазақстан. Одан кейін прочитайте и примите условия деген жердің бәрін оқып шығу керек заң бойынша. Оқып шықтым дейсіздер да. Я принимаю соглашение деген жерге птичка қойсыздар. Создать аккаунт дейсіз. Одан кейін мынаның бәрін оқып шығасыздар. Get started дегенді басасыз. Мінекей мынандай сіздерде парақша ашылады. Одан кейін мына жерге өзіңіздің ID-іңіз барлығы тұр. Яғни түскен ақшалар сіздің ID-іңізге түседі. Яғни ол еш жайға жоқ бүкітпейді, ол ақшаны қайдан алам деп переживать етіп, температура етпей ақ қойыңыздар. Ол жерде жинала береді. Кейін банковский счетыңызды енгізесіз. Қазір қалай енгізу туралы айтамын. Одан кейін
барлығы ақшаларыңыз барлығы банк счетына түсетін болады. Бірақ $100 асқаннан кейін ғана аласыз. $100 қазір бізде 40 000 теңге. Одан кейін Customer Info деген жерге, негізі Customer деп айтылатын шығар. Мән бермей-ақ қойыңыздар. Мына жерге, менің қаламның индексі 160000. Дұрыс. Қалаңыздың индексін жазасыз мына жерге. Одан кейін City деген жерге мен Шымкент деп қойдым, қазір біз Шымкенттеміз. Одан кейін адресіңіз жазасыз. Мына квартираңыздың номерін жазасыз. Квартираңыздың номері жоқ болса жазбайсыз, жер үйде тұратын болсаңыз. Мына жер үйде тұратын болсаңыз сол адресті, одан кейін барып көшеңіздің атын, үйіңіздің номерін жазасыз. Атыңыз Мейрамбек емес, өзіңіздің атыңызды жазасыз. Submit дегенді басасыз. Жақсы. Енді свяжить аккаунт с AdSense Google дедік қой. Енді AdSense бұл барлығы байланысады бір-бірімен, барлығы расталған ба, шынымен сол жерде сондай қала бар ма, бәрі тексеріледі. Одан кейін барып, жасыл жанады. Дождитесь рассмотрения заявки деген. Мы проверим, соблюдаются ли на вашем канале правила YouTube. Яғни шынымен сіздің каналыңызда біреудің видеоларын алып, біреудің музыкасын алып, біреудің еңбегін ұрлап жатқан жоқсыз ба, бәрін тексеріп көреді. Барлығы жақсы болатын болса, сізге монетизация қосады. Мінекей көрермендер, арада бір тәуліктің ішінде біздің монетизациямыз қосылды. Бірақ 2 күн өтіп кетті, арада мен кеше қосылған 1 күн бұрын. Бірақ мен кеше уақытым қолым тимеді оған кірісуге. Монетизацияға енді кіретін болсақ, мінекей монетизация каналымның қосылды деп тұр. Мінекей AdSense, Google AdSense-ге кірдік. Бұл жерде мен әлі 0-0 болып тұр, өткен әлі ақша түскен жоқ. Яғни осы жерде мінекей способ получения дохода деген жерге добавить способ оплаты деген кнопка шығады. $100 жеткен кезде добавить способ оплаты деп сіз банковский реквизиттерді қосу керексіздер. Яғни сіз банкке барып өзіңізге международный счет ашу керексіздер. Международный счеттың ең басындағысы кәдімгі IBAN счет болады, өзіңіздің жеке счет KZ дегеннен басталатын 21 цифрдан тұрады, кажется. Сол 21 цифрды ендіресіз. Одан кейін Swift счет деген болады, SWIFT деген. Ол банктың международный коды. Сол Swift кодты тересіз. Одан кейін барып сізге түскен, осы жерге түскен ақша сіздің банковский счетыңызға түсетін болады. Кейін удостоверениеңізді алып, банкке барып, түскен ақшаларды ала аласыз. Егер де сіз партнеркаға қосылатын болсаңыз, ешқандай қиындықсыз өзіңіздің Google, өзіңіздің карточкаңызға аудара бере аласыз, немесе Kiwi кошелек арқылы ала бере аласыз. Сондай плюстар бар. Бірақ партнерка, яғни әртүрлі партнеркалар бар, олар 30% доходыңызды алып отырады. Яғни сіз $1000 табатын болсаңыз, айына $300 партнерка алып отырады. Бірақ партнерканың өзінің плюстары бар, олар сіздерге қызықты музыкалар беріп отырады, қызықты мәліметтер, информациялар беріп отырады, немесе қызықты видео материалдар қолданылатын өздерінің платформаларын сіздерге ұсына алады. Сондай плюстар бар, бірақ минусы бана 30% алып отырады. Егер де партнерка жайында сұрақ болатын болса, біз ешқандай партнеркаға қосылмағанбыз, біз тек қана осы Google AdSense-пен жұмыс жасаймыз. Енді монетизация каналға кіреміз, біздің неміз қосылды, яғни 1 сутка тұрып, YouTube біздің видеоларымызды көріп, ешқандай авторлық құқықты бұзбай жатқан көз жеткізіп, бізге монетизацияны қосып берді. Енді монетизацияны қосу үшін видео дегенге басамыз. Тағы айтып өтетін жағдай, мынау қазір 0-0 болып тұр ғой. Қазір мен шын мәнісінде қандай болатынын мен сізге көрсетем. Өзіміздің киностудия Мейрам каналының мысалында, мінекей мына жерде сол жақ бетінде платежи деген бар. Уже ақша түсе бастаған кезде осы платежи дегенді басасыз. Одан кейін мына жерде қай уақытта қанша ақша түскен көрініп тұрады. Просмотр сведений деген жерге кірсеңіздер, 21 июнь, мінекей $1064 деп көрсетіліп тұр. Яғни бұл жерде историясы тұрады, транзакции деген жерде қай уақытта қанша ақша төленген. Одан кейін получение способ дохода деген жерде мінекей мен счетым. Управление способымен деп добавить деген кезде екі түрі тұрады. Настроить оплату банковским счетом, перевод мен $100 жеткен кезде, немесе настроить оплату чеком деген сізге сәйкес келмейді. Банковским переводым дегенді басып, сіздерге бәрі шығып тұр.
Бұл жерде идентификаторға еш нәрсе жазбайсыз, жазбасаңыз да болады. Одан кейін владелец банковского счета деген өзіңіздің атыңызды латын әріптермен жазу керексіздер, удостоверениедағыдай. Одан кейін название банка деген жерге бағанағы Казкоммерцбанк, АТФ банк немесе тағы да бір банктер бар. Сол банктың атын жазасыз. Кәдімгі Google-ға теретін болсаңыз, сондай банкты официальный аты шығады, соны жазу керек. Мұны Swift деген былай жазылады. Мұны Swift Big деген бағанағы банктың международный коды. Сол жерге бағанағы Swift тересіздер. Менде Swift, менге мысалы ATF. Мұнекеймін трансферді шықтымын. Мынау ATF банктың Swift коды бар, международный коды. Соны осы жерге енгізесіз. IBAN деген өзіңіз счетыңыз 21 цифрдан тұрады, наверное. KZ деп басылады, арасында USD деген доллардағы несі бар, идентификатор бар, одан кейін бар қайтадан цифралар болады. Одан кейін мына жерге қайтадан соны тересіз, қайталайсыз. Одан кейін болды сохранить дейсіз. Енді қайтадан өзіміздің неге өтейік, бағанағы. Яғни монетизация қосылды. Монетизация қосылғаннан кейін біздің әр видеомызға бөлек қосып шығу керек біз монетизацияны. Ол үшін мына жерде включено дегенді басамыз, сохранить басамыз. Болды, біздің видеомызда монетизация қосылды. Монетизацияны тереңірек мына жерде міне көрініп тұр. Вы стали жоғары жағында, вы стали участником партнерской программы YouTube. Теперь вы можете монетизировать контент и получать поддержку от специалистов. Яғни әр просмотрдан уже біз ақша таба алатын боламыз. Тереңірек настройкаларын кіргіңіз келсе, мына қаламшаны басасыз, қазір мен басқандай. Одан кейін видеоға кірдіңіз, монетизация деген жерге басасыз. Монетизацияға басқаннан кейін мына жерде в конце ролика деген жерге де птичка қойып қойсаңыз, видеоңыз біткеннен кейін де реклама көрінеді. Және ол рекламаны 30 секундтан артық адам көретін болса, сізге әр просмотрына ақша төлеп отырады YouTube. Сохранить дейміз. Мен настроить рекламную паузу дегенге өзіңіз қойсаңыз болады, бірақ бізде автомат түрде деген таңдап қойған мен. Видеоның соңында дегенге де қойдым. Тура осылайша. Әр видеоңызға кіріп, сөйтіп қосып отырасыздар. Мына жерде көріп отырсыздар, мына видео 9 минут 53 секунд, сондықтан да бұның ортасында, мінекей середина ролика деген жерде біз жарнама қосамаймыз. Бірақ мыналардың барлығын қоса аламыз, басқаларын. Сохранить дейміз. Мінекей құрметті көрермендер, сіздер монетизацияны қалай қосу туралы бастан аяқ көрдіңіздер. Егер де видео ұнаса, лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, одан да қызықты мәліметтер алда күтіп тұр. Біз сіздермен келесі видеоға кездесеміз. Сау болыңыздар. Сразу хит-болт. Сен мені ауыртқаннан мен айықпаймын, екеуміздің арамызда әлі де лайт.